Ұстаз, әйелім ерке ұқсап жас біреуге тиіп кетсем болады екен дейді. Батамды беріп ұзатып жіберсем. Кім бұл атың? Айдар. Сіз білесіз бе, қазір ойын сөзбен от шығарып жатқансыз. Алла періштелер әумин десе, қарап көріңіз, ажырап қалып жүрмеңіз. Ойыннан от шығады дейді қазақ. Бұл ойнайтын нәрсе емес, ол тем более ерке қарындастың қызы сіз үшін ойыншық емес. Оның өмірі қандай болған, оның өзі біледі. Оған күлкімен қарамаңыздар. Қазақ айтпақшы, сырты бүтін болуы мүмкін адамның, іші түтін болуы мүмкін. Оның да күні жақсы емес. Енді қазақтың қызының бақытты болуына тілектестік жасап қойыңыздар. Сенің бар әйелің бар екен, ол ойынмен де ол кісі олай айтпасын, сен де ойнап жүрме, ойыннан от шығып, басқа бір нәрсеге душар болып қалып жүрмеңіздер. Тағы да тура сондай күн басыңызға түспаса, ол кезде басқасы сөйлеп кетуіңіз ықтимал. Өлген кісіге көңіл қалай дұрыс айтылады? Иманды болсын, Алла жарылқасын, мәңгілік тұрағы жәннет болсын, Алла сіздерге сабыр берсін. Тағы не деп айтайық? Артында қалған оңалар деп деген сөз. Бірақ нақты біліп көңіл айтыңыздар. Кейбір кезде мен көзім көріп қалады, жаңағы анау кейде дін қызметкерлері де білмейді, сұрап, өлген адам туралы нақты информация болу керек, барлығыңызда көңіл айтқанда. Кейбіреулер айта береді, енді артында қалған оңалар деп. Бір баласы болмай өліп қалғандар, оған қалай қалған оңалады? Бала артын өткенде бір жерде біреу ұрып жатыр, біреу сөз сөйлейді ғой бүйтіп. Микрофонмен сөйлеп жатыр. Сөйтсе артында қалу керек, біреу қалмаса өмір жоқ деп. Өлген бала как раз артында ешкімі жоқ. Әкесі жерге кіріп кете жазады. Сондықтан сөзді аңдамай сөйлеген ауырмай өледі деген сөз осы да болады. Мен қазір 13-темін, 18 жасыма ораза ұстасам бола ма? Қазір 13-тен ұстай бер, 14-тен ұстасам болады. Бірақ көр, денсаулығыңа байланысты. Мен Қырғызстаннан боламын. Сізді ұрбаттаймыз. Чоң рахмат, мен де ұрбаттаймын барлығын. Ұстаз, кейін түсті қоя тұрыңыз. Ауыз беріп кезде ауырып дәрі ішіп жібердім, қазасы қалай болады? Суменен ішсеңіз ораза бұзылады. Күніне күн ұстайсыз, бір күнге бір күн ұстайсыз. Кеш жарық беріп жатқан білімдеріңізге Алла разы болсын. Рахмет, рахмет. Ұл баланы тәрбиесі жайлы осы жерде аккаунтта 1 сағаттық видео бар, көріп шығыңыз. Қыз балаға да жеке айтқам. Таң намазын оқып жүрмін, бірақ ойын бөлініп кете береді. Сол кезде қайта бастау керек пе? Жалпы қай кезде бастан бастау керек? Сапсем шатасып кетсең, бычытын шығарып жіберсең, или мынау болады, кейде оқып келе жатасың да, алдың әппақ, еш нәрсе көрінбейді. Тап-таза чистый поле болса, ол кезде ассаламу алейкум деп қайтадан намазды бастаған, рахматулла деп намаздан шығып қайта бастаған жақсырақ болады. Ойы бөлінбеу, ол жалпы ой бөліну ол норма. Барлық адамда болатын нәрсе. Болатын нәрсе, менде де болады. Іштен етпейді, адамбыз, пендеміз оқып кете бересіз. Енді сәл-сәл тармай істетіп қалсаңыз, іштен етпейді, сәжде саху керек болып қалады, бірақ ұзақ тұрып қалсаңыз. Ауыз бекіткенде қаза өтегенде қандай да оқимыз? Я Алла, осы оразамды қабыл ет деп оқи бересіз, болды.